Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексін іске асыру шеңберінде 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап азаматтардың жекеленген санаттары үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылуы және де асыраушысынан айырылуы жағдайларында бойынша төлемдер 14,5%-ға артылады деп хабарлады Азаттық рухы. Бұдан басқа, 7 және де одан да көп баланы өмірге әкеліп, тәрбиелеген наградталған аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері 7,4 айлық есептік көрсеткішке дейін артылмақ. Бұған дейінгі хабарланғандай 2023 жылғы 29 наурызда 8 сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында мемлекет басшысы мүгедектігі бар адамдарды қолдау шараларын күшейту қажеттігін атап өтті. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодекс шеңберінде 2023 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік жәрдемақылардың мынадай түрлерінің мөлшерінде орта есеппен 14,5%-ға арттыру көзделген. Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылуы жағдайы бойынша арнайы әлеуметтік жәрдемақылары мүгедектігі бойынша айлық жәрдемақы мөлшеріне дейін, жасына байланысты зейнетақы төлемдеріне қосымша ақы ашуларында қоспағанда, жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалғанын бірінші, екінші және де үшінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар. Байқоңыр қаласында тұратын және де Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын 7 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға арнаулы мемлекеттік жәрдемақы, саяси қуғын-сүргін құрбандарына немесе саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен мүгедектігі бар немесе зейнеткер болып табылатын адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақы. Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек үшін зейнетақы тағайындалған адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақы. Осылайша, жоғарыда аталған жәрдемақы түрлері 2022 жылмен салыстырғанда 23%-ға ұлғайту қамтамасыз етілді. Осы мақсаттарға республикалық бюджеттен қосымша 37 миллиард теңге бөлінді. Бұдан басқа 2023 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік жәрдемақыларды 14,5%-ға арттыру көзделген. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды күтіп жасайтын адамға, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, қорғаншыға. Бүгінгі таңда бұл жәрдемақылардың мөлшері 1,4, ең төменгі күнкөріс деңгейі немесе 2023 жылдың 56.794 теңгені құрайды. Әлеуметтік кодекс күшіне енген кезде жәрдемақы мөлшері 2023 жылдың 1,61, ең төменгі күнкөріс деңгейіне немесе 65.313 теңгеге дейін артады. Осы мақсаттарға республикалық бюджеттен қосымша 6,4 миллиард теңге бөлінді. Әлеуметтік кодексте сондай-ақ алтын алқасымен наградталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және де екінші дәрежелі ана даңқы ордерімен наградталған әйелдерге төленетін жәрдемақы мөлшерін саралау көзделеді. Егер бүгінде 6, 7 және де одан да көп бала туып тәрбиелеген аналар бірдей мөлшерде жәрдемақы алса, енді 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап алтын алқа, батыр ана, бірінші және де екінші дәрежелі ана даңқы ордерімен наградталған, яғни 7 және де одан да көп баланы өмірге әкеліп тәрбиелеген аналарға арналған жәрдемақы мөлшері 7,4 айлық есептік көрсеткішке дейін арттырылады. Сондай-ақ, осы жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін еңбек қабілеттілігінен айырылуы және асыраушысынан айырылуы жағдайлары бойынша әлеуметтік төлемдер мөлшері 14,5%-ға арттыру жүргізілетін болады. Төлемдердің мөлшері жеке және де мыналарға байланысты. Соңғы 2 жылдығы МСқ-ға әлеуметтік аударымдары жүргізілген орташа айлық табысы, еңбекке қабілеттілігінен айырылуы коэффициенттері, асырауындағы адамдар саны,
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтілімі және де табысты ауыстыруы. Бұл төлемдер республикалық бюджеттен төленетін ұқсас жәрдемақыларға қосымша жүзеге асырылады. Сондай-ақ 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен олардың мөлшері 8,5%-ға ұлғайтады. Жоғарыда көрсетілген жәрдемақылардың мөлшерін арттыру Еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйелерінде бар мәліметтер негізінде автоматты түрде жүргізілетін болады. Осыған байланысты алушылардың уәкілетті органдарға қосымша өтініші талап етілмейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.